Сәлем құрметті оқушы. Бүгін біз математика сабағынан уақытты анықтау деген тақырыпты өтеміз. Бүгінгі сабақтың мақсаты сағаттың көмегімен уақытты анықтауды үйрену. Сағат, ол қысқаша сағ деп жазылады, уақыттың өлшем бірлігі. Сағат уақытты көрсететін құрал. Ал енді кино деген тапсырма. Достар киноға барды. Фильм күндізгі 4-те басталды да 1 сағатқа созылды. Достар кинозалдан қанша сағат болғанда шықты дейді. Ендеше қараймыз. 1 сағат 4-те кірген екен, 1 сағат созылды. 4-ке 1-ді қосамыз. Сонда 5 сағат. Және сағат 5-ті сағаттың тілінде көрсетіп қойсаң болады. Ойын қашан басталды? Балалар аулада 2 сағат ойнады. Олар 12-де ойынды аяқтап үйлеріне қайтты. Балалар ойынды сағат нешеде бастаған екен? Ал енді біз 12-де үйге қайтса, олар қаншада шыққанын білуіміз қажет. Дұрыс па? Яғни 12-ге дейін 2 сағат ойнаған екен. 12-ден 2-ні азайтса 10. Яғни сағат 10 кезінде олар далаға шыққан екен. Мектептегі сабақтар. Мектептегі сабақ 8-де басталып, сағат 12:00-де аяқталды. Бірінші сынып оқушылары мектепте бір күнде неше сағат оқитынын тап. Ол үшін не істейміз? Әрине, аяқталған уақытынан басталған уақытын азайтамыз. Ойлан, кестедегі сұрақ белгісінің орнына қандай сурет болуы мүмкін дейді. Ал бұл енді логикалық тапсырма, және де сенің байқампаздығыңды тексеретін тапсырма. Мұқият бол, және де мына сағаттардың сағат тіліне назар аудар. Келістік па? Сағаттың моделін ал. Сағаттың минуттық тілін 12-ге қой. Міне, тура суреттегідей. Дөңгелек сағатты 2 бірдей жарты шеңберге бөлу үшін оның тілдерін қалай жылжыту қажет? Сонда сағат қай уақытты көрсетеді дейді. Ендеше мына сағаттың тілін біз тура астына не істейміз? 2 мына жарты шарды тура дәл ортасынан бөлу үшін астына қарай сағатты көрсетеміз. Сонда сағаттың тілі қандай санды көрсетеді? Кәнеке мұқият қара. Сағат тілдерін сал. Ал енді сол жақта тұрған сағаттарға іс-әрекеттердің басталған уақытын жазамыз. Ал енді оң жақтаға аяқталған уақытын жазамыз. Мен біріншісін көрсетемін. Ажар мектептен күндізгі сағат 4-те шықты. Ол үйге 1 сағаттан кейін келді. Яғни, бірінші шыққан уақытын көрсетеміз. 4-ке кіші тілін, 12-ге ұзын тілін көрсеттік. Ал енді 1 сағаттан кейін келген екен. 4-ке 1-ді қоссақ, 5. Келген уақытын біз 5-пен көрсетеміз. Тамаша, тура осылай екіншісін, үшіншісін көрсет. Сағат тілдерінің орналасуына қарай уақытты анықта, жауаптарын жаз дейді. Бірінші, сағаттық тіл 4-ті көрсетіп тұр. Минуттық тіл 12-ні көрсетіп тұр. Сағаттағы уақыт қанша? 4:00. Міне, біріншісі көрсетіліп тұр. Ал енді екіншісі. Сағаттық тіл 8-де тұр. Минуттық тіл 12-де. Яғни 8:00. Үстіне де жазып қойсаң болады. Тура осылай. Соңына дейін аяқта. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.